Бұл видеода біз Golden Delicious сары золотой грин деген алманы бутағаны көрсетіп береміз. Полукарлик 5 жылдық алмалар. Жерге аябай жақын болғандарды алып атам. Бұлар мешайт етеді. Ору зиянкештерден, ото чөптерден тырманып шығысына да жардам беріп қалады. Жоғындықтарына қарайбыз. Мол жерде мол бұтақты алам. Бірінші жоғындарды қарап алалы. Бұл себе дегенде ашықша. Ол екі бір бағытта өскен параллель бұтақ. Ылдиқысын қалтырам. Жерге жақын бағытта өскендігі үшін. Үстіңкісін алдым. Бұл қалып отады. Бәлкім бұл қалтырып, бұны да қалсақ жақсырақ болады. Же бұл жерден өзіме кеткенін қалтырып, бұл жаққа кеткенін алып қойсам, тағы суйылғаны жатады. Ол жерден тіке кеткендерді алып атабыз. Оларды тазалайбыз түйінен. Бұл 3 бұрыштық қыл кескен, бірақ жерге аябай жақын бұтақ болған үшін, оны қалабайбыз, түйінен алабыз мұны. Бұл бұтақты бұл жақты жауыш үшін қалтырдым. Бұларда мөме бар. Бұларды да қысқартып қойылы, ичке ұзын болғандықтан. Бұл жол жаққа шығып отады, қысқартабыз мөме бүчірінен. Мөме бүчірінен қысқартабыз, және шақташ үшін кесеміз. Бұл жерден дағы тура емес бағытқа кетіп отады. Бұны түйінен алғаны сурарақ болады екен. Бұл жерде да жыштық бар. Жыштықты азайтышымыз керек. Ошол мақсатта бұларды суйылтып жатабыз. Даже бұны түйінен алғанымызда пайда бар екен. Так. Бұл жерде мол тіке кетіп отады. Бұны бұл жерден алып қойсақ, бұл жағы кенен градуста бұтақ пайда болды. Бізге болды. Бұл астыңқы ярыстарыбыз божомолду бүтіп қалды. Бұны шақтандырыш үшін ашып қоялы. Үстіңке ташқа өтөлі. Үстіңке ташта мол өкі параллель. Бұның ылдыйында бұтақ болғандықтан бұл мешайт етпейлі. Бұл ылдырақ түсіп қалса, бұны қысқарту кесіп қолы. Бұл жерде мөме бүшір пайда болса, аларды іштете алабыз. Бұл жерден болса, ар жаққа кетірмей, бұл дараққа қош, дараққа қарап өстіріш үшін бұл жақты қалтырып атабыз. Так. Лидербіз өйдеді ортада өлі екен. Ал емен бұл жерде тіке кетіп отқанды алып салалы. Бұлар бұл түрі мөме берген, ошол жерден бұтақтары шынай қуатты өсіп тұр. Даже мол ашықша бұтақ болған үшін бұны шығартқанды тура көрдім. Бұл бұтақ қалса жетіштілі оғат екен. Жарық жақшы кірсе, мөме бүчірі жақшы пайда болады. Ошол үшін ашықша бұтақтарды арылышымыз керек. Керекті ғана бұтақты қалтырышымыз керек. Бұл сорттан сортқа, климаттан, топырақтан арғандай факторларға жарышы өзгеріп қалышы мүмкін. Bir ile бақчадағы bir қанша дарақ түрдірек бұталып қалыш ықтималдығы да бар. Ақырқы 3-ші ярысты пайдағыз үшін учын бигеректен кесіп қойыз, ал жақтан 2-3 бұтақ қалғаны кенен қыраса бұтақ шығады.